Жастар ұлт үмітін арқалаған ел ертеңі. Бұл сенімді ақтау біздің парызымыз дейді жас буын өкілдері. Ел тарихы мен мәдениеті, тағдыры, дамуы, жалпы бүгіні мен ертеңі де осы жастардың қолында. Әріптесім болашағынан зор үміт күттіретін бірнеше ақтөбелік белсенді жастармен тілдесіп келді. Мемлекеттің тұрақты дамуы бәсекеге қабілетті жастардың қолында дейді Жоламан Асанұлы. 8-ші сыныптан бері пікірталас клубының мүшесі ретінде талай рет қоғамның өзекті проблемаларын көтерді. Саясат, қоғам, тәрбие бүгінгі жастардың келбеті мен өзіндік идеяларын ортаға салды. Мемлекет берген қолдауды ұтымды пайдаланып қалу керек дейді ол. Жастарға деген өте көп бағдарлама көп. Мемлекеттік болсын, жалпы басқа қорлардан болсын, өте бағдарламалар көп. Істеймін деген адамға жұмыс табылады. Негізі бағдарлама бойынша түрлі гранттар бөлінеді, тәуелсіздік ұрпақтары деген сияқты әртүрлі гранттар. Қазірдің өзінде жай ғана белсенді жастар емес, нет санатындағы жастар да бар. Нет санатын оларға бізде жас project деген бағдарлама ашылып жатыр. Оның көпшілігі бір жақсы жері қайтарымсыз гранттар. Яғни мемлекет сіздерге тек әйтеуір сенде идея болса, бізде ақша бар деген сияқты сондай қағидамен ұстанып жатыр, қолдап жатыр. Тек қана көзі ашық, көкірегі ояу жастар ғана болса, тек біраз істі алып кетеміз әрі қарай. Ал Назерке Төлеген еркін сөз дебат клубының президенті, Бәйішев жоғары медициналық колледжінің 2-ші курс білім алушысы, емдеу ісі мамандығын меңгеріп жүр. Бос уақытын қоғамдық іске арнайды. Жастар секторына деген мемлекеттің айрықша көңілі біз үшін зор демеу дейді ол. Дебатер ретінде өзіміз көріп жүрік, әртүрлі тақырыптарды еркін түрде айта аламыз. Тіпті қазіргі біз телевидениеде шығып өстіп, өз ойымызды еркін жеткізуіміз қазіргі кезде Қазақстан Республикасының жастарға көрсетілген ең басты көмектерінің бірі деп айтамыз. Себебі біз осы республиканың қоғамның азаматшасы ретінде өз ойымызды еркін түрде жеткізіп аламыз және қалаған мүмкіндігімізді пайдалана аламыз деп айта аламын. Ақтөбе облыстық бізде жастарға көмек көрсету, яғни жастарды активистерді қолдау мақсатында бізде лагерь өткен болатын. Оның өзі де бірталай көмек, яғни жастардың активистердің мотивация ретінде болған деп көремін. Егер ондай нәрсе ұйымдастырылуының өзі қазіргі жастардың бірталай, именно Ақтөбе өңіріндегі жастардың бірталай активный екенінің бірден-бір дәлелі деп білемін. Болашақ дәрігер Амангүл Дәулетова Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің 5-ші курс студенті. Оқумен қатар қоғамдық шараларды үнемі қатар алып жүретін ол бос уақыт табу өз қолында дейді. Бүгінде медицина тілі айтарлықтай қазақшаланып, жастар өз ана тілімізде сауатты білім алатындай мүмкіндік бар дейді. Әрине, медицина студенті ол басқа студенттермен салыстырғанда оқу жағы қиындау болып табылады, жауапкершілігі мол, бірақ та әр уақытты жөнді пайдалансаң, барлығына уақыт табуға болады. Менің жалпы өзімнің ата-анам, осы өзімнің оқыған универімнің түлектері, 1997 жылғы түлектер, екеуінен енді естимін ғой бұрынғы әңгімелерді. Сол кезде айтады, сіздерге қазір жақсы ғой, барлық жағдай жасалған, біріншіден, екіншіден барлық сөздер дұрыс аударылған деп. Ал бұрын енді кейбір сөздер дұрыс емес аударылған сөздер болғандықтан, қазір кейбір сөздер түсінбей орысша айтып жатады, мен сабақ сұраған жағдайда. Өте жақсы дамыған деп айта аламын қазіргі жағдайда. Жастардың заман сұранысына сай бейімделу үшін елде жаңашылдыққа баса назар аударылуда. Қазіргі уақытта менің ойымша жастарға барлық мүмкіншілік жасалған деп ойлаймын. Түрлі жаңағыдай бір қосымшалар болады, сабақтар болады, немесе үйірмелер болады деген сияқты. Айтылған тақырыптардың барлығы көтеріледі. Көбінесе бізде сол өзіміздің ойымызбен осы қазіргі қоғамда болып жатқан проблематикаларды шешу жолдарын ұстанамыз. Ел айнасы болатын жас буынның пікірі, көңіл күйі осындай. Жаңа леп, жаңа серпін, рух беретін айбынды жастарға сәттілік тіледік. Райгүл Еншібаев, Досжан Жасланов, Ақтөбе телеарнасы.